Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейді халықтан алға. Сол айтпақшы, арамызда сондай жаны жайсаң, жақсы адамдар аз ба? Солардың бірі әрі бірегейі, Мойынқұм ауданының құрметті азаматы, облысқа сіңірген еңбегі үшін белгісімен марапатталған, өзіміз тілге тиек етіп отырған Берікбол Жапаров десек, артық айтқандық емес. Берікбол орта жүз арғын шұбыртпалы жиен жауыстан тарайды. Оның жеті атасын тізер болсақ, Еділбай, Аюдың баласы Далық, Балта, Тәттібек, Жапар, Әлкен, Әлкеннен Берікбол. Аталары Ағыбай бастаған шұбыртпалы руы Кенесары ханның қарауында болып, үнемі солармен бірге көшіп қонып жүрген. Тарихтан белгілі болғандай, хан Кене орыс патшасына бас имей, қаймықпай қарсы тұрған. Бір кездері Ақмола бекінісіне хан Кене бастаған қазақтардың шабуыл жасап, бекіністі жермен жексен еткені тарихтан белгілі. Сол шайқаста Ағыбай ерен ерлігімен қол бастайды. Берікболдың әкесінің әкесі, яғни Жаппардың әкесі Ағыбаймен үзеңгілес болған адам. Хан Кене өзі ұлы Сыздық төрені осы Балтаның тәрбиесіне берген. Балта Сыздық төрені соғыс өнеріне баулыған, қылыштасуға, садақ тартуға үйреткен. Хан Кене бастаған көтерілістің жуан ортасында жүрген адам. Оның жасаған ерен ерлігіне Кенесары хан риза болған. Кезінде ақын жазушылар Балта батыр туралы ұзақ дастан жазған. Араб әрпімен жазылған сол дастанды бала кезімізде өз көзімізбен талай көрдік. Өкінішке орай атам туралы дастанның қолжазбасы жоғалып кетті. Есімде бір шумағы ғана қалыпты деп, мына жолдарын айтып жүруші еді Берікбол. Көкшінің көк бөрісі Балта батыр, бойында 5 жігіттің күші жатыр. Ер науан жауға шапты абылайлап, шабады Балта батыр Ағыбайлап. Осы бір жыр жолдарын оқығанда Берікбол ерекше бір құбылып кететін. Оның атасының күмбезі Ағыбай батырдың күмбезінен 5 шақырым жерде, Балтаның қызыл тасы деген жерде жатыр. Ол осылайша ата-баба әруағын құрметтеп өтті. Оны әңгімелеп айтудан еш жалықпайтын. Ағыбай батыр дүние салған соң, Таятқан Шұнақтағы шұбыртпалы руыда өз тіршілігі жасады. Міне, осындай дүрбелең шақта 1916 жылы Әлкен шыр етіп дүниеге келді. Көзін ашпай жатып, анасы мәңгілік сапарға аттанып кетті. Жасы біразға келіп қалған әкесі Жапар жетім баламен жалғыз қалды. Қазақ деген жетімін жылатпаған халық қой. Туған туыстары Әлкенді бағып қағу үшін қайтыс болған анасының немере сіңілісі Бөлкенге қосады. Бөлкен апасы Әлкенді туған баласындай бауырына басады. Сондықтан болар, Әлкен Бөлкен анасын өмір бойы құрметтеп өтті. Патшағзамның кезінде де, қызылдар үкімет басына келгенде де, шұбыртпалы Ағыбай ұрпағы қуғын сүргінді өте көп көрді. Таятқан Шұнақтағы жайлы қонысты тастап, Жапар бастаған ел жұрттың
қырғыз жеріне босып кеткені тарихтан белгілі. Таятқан шұнақ абыр-сабыр ел жұрт жүктерін жинап көшуге дайындалып жатыр. Жапар аздаған жүгін арбаға тиеп, ауыр халде жатқан бөлкенді қымтап орап, арбаға отырғызды. Онымен қоса 2-3 шал және әлкем бар. Барлығының арбаға сыюы қиындап кетті. Әсіресе ауру асқынып бара жатқан бөлкеннің ауыр жолды көтеру-көтермесі екі талай. Әй, осы қатын ұзаққа бармайтын шығар деп ойлады Жапар. Дегенмен қалай тастап кетерсің? Не болса да өздерімен ала кетулер керек. Алда-жалда шейіт болып кетсе, шөл арқаның болмаса, бетпақ-даланың бір жеріне көмермін деп ойлады. Сәлден кейін көш ілгері қарай жылжады. Әлкен жан-жағына қарап еді, бөлкен апасы отырған орында жоқ. Апа, апа деп даусын шығарды. Бірақ апасының үні шықпады. Әке деп көш басында кетіп бара жатқан Жапарды қуып жетті. Әке, апам қайда? Апаңды жол жүруге жарамайтын болған соң тастап кеттік. Тастап кеткені қалай? Ауру адам айдалаға қалай ғана көзін қиып қалдырып кеттің? Әлкен-ау, ол енді өлген адам ғой. Оны қалай көшпен бірге алып жүрем? Неткен қатыгез адам едің. Мен енді сендермен бірге бармайым. Өлсем де анамның қасында болам. Бармаған нес? Өлетін адамнан не қайыр? Олай болса мен апама кеттім деп, кері қарай жүгіре жөнелді. Жүгіріп келеді. Өкпесі өше бастаған сияқты. Тұра қалып, апа деп айқайлайды. Жан-жағына бажайлай қарап, жан-жақты шолып келеді. Бір кезде көкшөп үстінде жатқан анасына көз түсіп кетті. Апа деп анасын құшақтай алды. Әлкенім менің деп апасы әлсіз қолдарымен Әлкенді құшақтады. Сол бойда апасын арқасына салып, келген жағына қарай беттеді. Қозы көш жерге ұзап кеткен көшке Әлкен апасын арқалап жеткізді. Баласын қалай ғана қиып тастап кетсін. Жапар көшті тоқтатып, Әлкенді күтіп тұр екен. Апаң тірі ме екен? Әлкенге кінәлі адамдай сөйледі. Тірі екен. Өзіммен бірге алып келдім. Әке, сен осындай қатыгез жан ба едің деп, Әлкен әкесіне зілдене сөйледі. Жапар бастаған көш 2 ай дегенде қырғыздың Қарабалта елді мекеніне келіп жетті. Әлкен қырғыз елінде мектепке барды. Көп ұзамай жергілікті билік Әлкенді Талғардағы ауыл шаруашылығы техникумының веттехник дайындайтын 1 жылдық курсына жіберді. Оқуды тәмамдап Әлкен туған ауылына қайтты. Сөйтіп, колхозға мал дәрігері болып орналасты. Аянбай еңбек етті. Көп ұзамай Әлкенді әскер қатарына шақырды. 1938 жылы Фин соғысы басталды. Әлкен осы соғыстың бел ортасында жүріп, талай-талай ерліктің үлгісін көрсетті. Бар арманы туған елге оралу еді. Алайда 1941 жылғы Ұлы Отан соғысының басталуы оның ой арманын кейінге қалдыра берді. Ұлы Отан соғысы кезінде талай-талай ерліктер көрсетті. Әлкен Жапаров осындай ерліктер үшін 1-ші дәрежелі Отан соғысы, Қызыл жұлдыз, даңқ ордендерімен, жауынгерлік қызмет сіңірген үшін медалімен марапатталды. Сөйтіп, 9 жылдан кейін туған елге оралды. Бейбіт еңбекке араласқан соң Әлкен Жапаров еңбек майданында да өзін көрсете білді. Ол колхоз басқармасының бастығы, кейіннен совхоздың бөлімше меңгерушісі болып қызмет атқарды. Ленин, Октябрь революциясы орденімен, еңбектегі ерлігі үшін медалімен, Қазақ ССР жоғарғы советі президиумының құрмет грамотасымен марапатталды. СССР халық шаруашылығы жетістіктері көрмесінің 1 алтын, 3 күміс медалін алды. Қазақ ССР-ның еңбек сіңірген ауыл шаруашылығы қызметкері атанды. Жұбайы Әсем 35 жыл бір орында сауда жүйесінде қызмет етті.
Әлкем мен әсем көп балалы ата-ана болды. Соның ішінде әке жолын қуып, ауыл шаруашылық саласында елеулі еңбек еткен Берікбол аудан көлемінде басшылық қызметтер атқарды. Осындай іскерлігін байқаған аудан басшылары оны жаңадан құрылған Хантау совхозына директорлық қызметке тағайындады. Берікбол әдегеннен ақ ауылға жаңадан емдеу лабораториясын салдырып, жедел жәрдем автокөлігін әперді. 8 қора деген жерден құдық қаздырып, одан шыққан суды ел игілігіне айналдырды. 2 қабатты бала бақшасының құрылысын бастады. Ауыл үйлерін жылытатын орталық қазандықты іске қосты. Ауылда алғашқы болып Наурыз мерекесін өткізді. Ауылым Хантауының баурайында деген деректі фильмнің шығуына ұйытқы болды. Орталық көшелерге асфальт жол салдырды. Алдағы уақытта бүкіл көшелерді асфальттау үшін 250 тонна асфальт алдырып, оны дайындап қойды. Ең бастысы ауылдағы саман кірпіштен жасалған ескі мектептің орнына заман талабына сай мектеп тұрғызды. Көп ұзамай совхоздың партия ұйымының хатшысы Айман Зинаділованың ұсынысы бойынша ауылда соғыста қайтыс болған осы ауылдың азаматтарына ескерткіш орнатылды. Оның кескіні Берікбол Жапаровтың идеясы бойынша жасалды. Берікбол Жапаров біздің ауылға совхозға директор болып келген күннен бастап өзінің кішіпейілігімен, мінезінің ашық жарқындығымен, көпшілігімен елді өзі бауырына баса білді. Өжет, мінезі және де іскер, білікті басшы болатын Берікбол. Біздің ауылға жасаған жұмысы оның ұшан теңіз, көше-көше үйлер, тұрғын үйлер, малшы үйлері, мал қоралары, МТМ, гараж, мал бордақылайтын алаң, медициналық амбулатория, монша, 3 қабатты зәулім мектеп үйі, бәрі Берікболдың еңбегі. Адам болғалы, қызғаныш деген қызыл көзді пәле бірге жасасып келеді. Берікбол Жапаров совхоздың жағдайын айтарлықтай көтерді. Қарапайым еңбек адамдарына қолдан келгенше жағдай жасады. Беделі аудан көлемінде айтарлықтай көтеріле бастады. Міне осындай игілікті істері қайсы біреулерге жақпай қалды. Жала жабылып үстінен арыз ұйымдастырылды. Сондықтан жұмыстан кетуге тура келді. Ол қызметтен босағанына өкінген жоқ. Тек қолға алған ісін соңына дейін жеткізе алмағанына өкінді. Міне, қызғаныш деген қызыл көзді пәленің кесірі осылай болды. Бұдан кейін совхоз экономикасы тұйыққа тірелді. Алайда Хантау совхозының тұрғындары Берікболды ешқашан ұмытқан емес. Арада 35 жылдай уақыт өткенде оны өзі басқарған бұрынғы Хантау қазіргі Биназар ауылына шақырды. Берікбол Биназар батыр ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, ауыл адамдарымен кездесті. Олармен емен жарқын жүздесті. Берікбол кейіннен Алматыға көшіп келіп, әр салада қызмет атқарды. Өмірлік жары Бейшенкүл екеуі ұл-қыздарымен бақытты ғұмыр кешті. Мектепте жүргеннен оны мен енді ол кезде оқушымыз әрине, мен сезетімін бәрін. Институтқа келгенде де солай қорғап жүрді. Соның ең соңында бір-бірімізбен сондай сыйласып, енді бірге оқығанбыз мектепте, танымайтын адам емес. Екеуміз сондай тіл табысып, бір-бірімізді сондай қатты сыйлап, үлкен махаббатпен, ол да жақсы көрді, мен де оны ұнаттым. Отбасын құрдық. Балаларымыз дүниеге келді. Ешқашан отбасында ренжіткен емес мені. Мен де оны ренжіткен жоқпын. Солай ғұмыр кештік 51 жыл. Мектеппен жаңа мен қосқанда енді 58 жыл бірге болыппыз. Енді махаббаттың күші деген осы шығар деп ойлаймын. Ешқашан ренжіткен емес. Бейшенкүл Алматы облыстық әкімшілігінде жауапты қызмет атқарды. Міне осындай сәтте ұлдары Дидар аяқ астынан қайтыс болды.
Біз оны қиындыққа шыдай алмай морт кетеме деп ойладық. Алайда соған қарамастан, өмірлік жары Бейшенкүл екеуі қиындыққа қасқая қарсы тұрды. Немеремізді ол 4-5 жасында қалды әкесінен. Сол немеремізді кішкентайынан тәрбиелеп өзіміз өсірдік. Дидардың ұлы Әлішерді өз тәрбиелеріне алып аялап өсірді. Оны озық мектептердің біріне беріп, жоғары білім әперді. Әлішер үздік спортшылар қатарынан көрінді. Немересін үйлендіріп, үлкен ұлан асыр той жасады. Көп замай шөберелері де өмірге келді. Хотел бы сказать об Аташке, то, что он был очень благородным и добродушным человеком. Сейчас я начал понимать, став вполне взрослым человеком, то, что Аташка сыграл очень важную роль в моем воспитании. Он был очень честным и достойным человеком. Аташка научил всегда добиваться своих целей до конца. Научил терпению. То, что терпение – это неотъемлемая часть для любого дела. В январе 2023 года у меня родилась дочь Инжу, за что я очень благодарен, то, что Аташка увидел, подержал на руках шөбере. Шөбереміздің атын Инжу деп өзі қойды. Инжу деп атын қойды. Осы биылғы қаңтар айында дүниеге келді. Келінім Қарлығаш, Қостанай қаласынан алдық. Сондай құдағилармен, бәрімен сондай тату тәтті өзі араласып, барлық жалғыз ол емес, барлық құдағиларымыз, туған туыс бәріне өте бауырмашыл, сыйлас, сондай жақсы болып өмірден өтті. Берік екеуміз тете болып өстік, ол менен 2 жас үлкен. Бірақ осы жас кезімізде, мектепте жүргенде тете болып бір ұрысып, төбелесіп, ондай болған емес. Мен Берікболға бір как будто мен көп үлкен сияқты болып қарайтынмын. Кейін оқуға түскенде 1-ші курстан бастап ағалық қамқорлығын сезе бастадым. Институт оқығанда бір пойызға билет алып, ондай очередке тұрып көрмеппін. Берікбол өзі билетті де алады, жаңағы өзі отырғызады, общежитияға келіп алып кетеді заттарымен бірге. Пойыздан түскеннен кейін қайтып келгенде қайтадан общежитияға дейін жеткізіп салады, сөйтіп барып өзінің общежитиясына кететін. Сөйтіп жүріп Берікболдың арқасында ол білмеппін, ол жолдың қиындығын, жаңағы билет алу керек екен. Біздің әкеміз қайтқан жылы Берікбол ағам 36 жасында еді. Сол кезден бастап біздің әкеміздің орнында қалды. Біздің қамқоршымыз, сүйенішіміз, тірегіміз, мақтанышымыз болды. Әрқашанда бізге жол көрсетіп жүрді. Берікбол ағамның бойына сіңген жақсы қасиеттерінің бірі, ол барлық адамдарға бірдей үлкен құрметпен қарайтын. Берікбол ағам әкем мен анам сияқты елге көмектескеннен, жақсылық жасағаннан рахаттанатын ер азамат еді. Өмір бойы адал еңбек етті. Өмір бойы өз халқына аянбай қызмет атқарды. Соңғы жылдары анамыз ауырып жүрген жылдары Бейшенкүл әпкеммен бірге Берікбол ағам жақсылап анамызды күтті, жақсылап қарады. Берікбол қанша жерден басшылық қызметте болса да, үй шаруасынан қол үзген емес. Үйінің алдына бау-бақша егіп, соны күтумен айналысты. Берікбол әкесін үнемі сағынышпен еске алатын. Ең болмаса, әкем туралы кітап жазсам деп армандайтын. Ақыры, біздің әкеміз деген кітап шығарды. Өзінің әке-шешесін қалай сыйлады, осы былтыр кітап жазды. Папамыз туралы кітап жазды. Сондай көп өзінің отбасының историясын жазды да, бәрімізге соны жазып қалдырды. Айтты бізге өздеріңнің шыққан жерлеріңді, ата-аналарыңды біліп жүріңдер деп бізге сол кітапты сыйлады бәрімізге. Біздің папамыз өте керемет адам болған ғой.
кішкентай кезден бізді мейірімді болуға, жанашар, өтірік алдамау, адал болуға үйретті. Өзі бізге үлгі болды. Мейірімді болғанда сондай елді ойлап, көрші достарына көмектескісі келіп, тіпті бейтаныс адамдарға көмектескісі келіп тұратын сөйтіп. Бәрін үйдегін апарып, беріп, қолындағын бергісі келіп, соған қуанып жүретін. Өте ризамын папама. Менің папамдай папа жоқ. Шынымен, жаңа әпкем айтты ғой, менің папамдай папа жоқ. Егерде осы әлемдегі папалардың бәрі мен папам сияқты болса, жер бетінде бақытты балалар көп болады деді. Папамның маған деген махаббатын сөзбен жеткізе алмаймын, және де менің папама деген махаббатты мен сөзбен жеткізе алмаймын сіздерге. Екеумізде бір ерекше байланыс бар арамызда. Оны мен қазір де сеземін. Өзімде бір сұрақтар болса папама деген, мен оған қалай жауап беретін мен біліп тұрам папамның. Менің бір кішкентай кездегі қылықтарымды айтатын, соны өзі күліп отырып жылап қалатын, сол кезді сағынатын сияқты болатын маған. Бір қызықты жайт есімде қалыпты. Папам совхоздың директоры болған кезде, жаңа қол астында жұмыс жасайтын адамдар папама кіреді ғой, сол кезде кіре салып, менің қал жағдайымды сұрайды екен. Айгүлдің қалы қалай деп, папам сол кезде айтады, олар да біліп алған ғой дейді, мен сені жақсы көретінімді дейді. Мен соны сұраса қуанып кететін дейді, көңілім көтеріліп, орнымнан тұрып, қарсы алып, орнымнан тұрып, шығарып салатын дейді маған кірген адамды. Соны айтып, өзі еске алып отыратын еді. Енді папамның осы мәңгі жаңағы махаббаты маған деген барлығы менің жүрегімде өмірімнің соңына дейін қалады. Папамды енді әрдайым осылай сағынып жүретін боламын. Әрқашан дұғада боламын. Берікбол өз отбасын жанындай сүйді. 9 сыныптан бастап жүрегін жаулаған Бейшенкүлге үйленді. Махаббаттары баянды болып, бақытты ғұмыр кешті. Бекеңнің маған деген махаббаты ол шексіз деп айтсам болады. Осы екеуміз бірге ғұмыр кешкен, сол мектебіміз бар, институтымыз бар, 58 жыл ғұмырымызда оның махаббаты маған деген керемет жеткізе алмаймын енді әрине. Ол ғана әкемізге арнап кітап шығарғанда да маған бір бөлімді арнап, менің Бейшенкүлім деп соны жазыпты. Сол кезде мен оған жазбай-ақ қойшы мен туралы, алып тасташы, керек жоқ деп жаңағы ыңғайсызданып, балалардан ұят қой, сенің махаббатың. Не сұят? Әркімнің өзінің махаббаты өзіне. Олардың өзінікі, мен бірінші сен жазуым керекпін. Саған мен сондай ризамын деп сөйтіп айтты маған. Соң жарайды енді деп келістім, енді мен басқа амалым жоқ, алып таста деп айттым мен енді. Керек жазбай-ақ қойшы мен туралы, белгілі ғой, енді екеуміз жасымыз келді, балалардан ыңғайсыз болатын шығар деп, наоборот, балаларға ол қалсын, білсін екеуміздің қандай махаббат иесі болғанымызды деп сөйтті. Мен үшін ең үлгі ер азамат, ол менің боштатем. Жарына көрсеткен махаббаты, біз соны көрдік, қалай ешқашан мамамызға қатты сөйлеген емес. Аяулы енесі Әсемді, қайнатасы Әлкенді ерекше құрмет тұтты. 50 жылдай ата енесімен өмір сүрді. Енесі 80-нен асқан кезде денсаулығы сыр берді. Содан аяулы ана 96 жасында мәңгілік сапарға аттанды. Соңғы жылдары Берікболдың денсаулығы сыр бере бастаған. Ауру қанша жерден қинаса да, өмірлік жары Бейшенкүлге, қыздарына, немерелеріне білдірмеуге тырысты. Өйткені ол ер тұлғалы, қайсар азамат еді. Дәрігерлер ота жасау керек деген соң бірден келісімін берді. Әкеміз бізге үлкен үлгі, өйткені кішкентай кезімізден еңбекқор, ерте тұрады, жұмыстан келеді, жұмыстан келгенде үйдің ісіне де өзі қолы шебер, өзі үйде жүргенде өзі еще қалжыңдап солай сөйлейді. Юмор керемет.
үйде жүргенде өлең айтып жүреді, сықырып жүретін өлең айтып. Уже таңертең тұрғанда естисің. О, есін алдында жүреді, спортпен айналысады ғой, обливация етеді сумен, жаңағы не, жүгіріп, көтеріп, таңға 5-6-тардан тұрады, сол жұмысқа дейін бәрін жасайды, жұмысқа кетеді. Үйге келгенде балалар өзіміз кішкентаймыз, жақсы көреміз, күтеміз жұмыстан келгенде. Бәрімізге өлең жазатын, сондай керемет адам. Ағыбай батырдың ұрпағы бұл, Шұбыртпалы Ағыбайдың жаңағы. Осылар туралы қашан шіркін жазсам, кітап шығарсам, күні түсіртсем деп армандап өтетінде, қанша дегенмен кітабында осылардың бәрін біразын айтып өтті. Кейін бір деректі фильм түсірсек шіркін деп жүруші еді. Енді оған әрине оның кейіпкерлері, арғы аталары, әкесі болу керек еді, Ағыбай батыр болу керек еді. Енді мына Құдай тағдыр осылайға әкелді ме, осы ненің деректі фильм кейіпкері бұл өзі кіріп отыр мысалы. Берікбол екеуміз 40 жылдай дос болыппыз. Осы жылдар ішінде мен сенің өн бойыңдағы ерекше қасиеттеріңнің барлығын көңілімнің түкпіріне түйіп жүрдім. Сен ұлт жанды болдың, еліңді, туған жеріңді сүйдің. Өмірлік жарыңа адал болып, ұл қыздарыңды бар жан тәніңмен жақсы көрдің. Айналаңдағы адамдардың барлығына жүрегіңнің жылуымен қарадың. Жаның жайсаң, жомарт жан едің. Осы қасиеттерің үшін сені туған туыс, жора жолдастарыңның барлығы жақсы көрді. Оны өзіңді соңғы рет Кеңсай қорымына жиналған жұрттың нөпірінен айқын аңғардым. Біз сені соңғы сапарға көз жасымызды жасқа бұлап, қимай шығарып салдық. Жақсы адамдар пейіштің төріне барады дейді ғой. Егер сол рас болса, бүгінде сен дидарыңмен табысып, періште болып ұшып жүрген шығарсың. Алдай-ау, алдай-ау, дүние түбі балдай-ау, алқынған күндер талпынған ай, жәудеңдеп қарап артымнан, жәудеңдеп қарап артымнан, қалдай-ау, бәрі қалдай-ау. Thank you.